мынау кісі өз диагнозын білмей жатыр, мүмкін, может, невропатологтар қоя алмайды. Невропатологтар сіздің депрессия екеніңізді қоя алмайды. Олар сізге дәрі беруі мүмкін. Ұйықтай алмаймын десеңіз, әшім просто ұйықтай алмайтын, ұйықтататын просто дәрі беруі мүмкін. Сіз сонымен ұйықтайсыз, успокоиться етесіз. Психиатрға жіберуі мүмкін. Психиатр сізді алады да психбольницаға учетқа алады. Сізді емдейміз деп психбольницаға жатқызырады. Болды. Олардың істейтіндері сол. Ал бірақ сіз өмір бақи ол неден, банағы психиатрдың дәрісінен, невропатологтың дәрісінен, уколынан сіз айықпайсыз. Өйткені мен басымнан өткен қанша жыл бойы невропатологтың де дәрісін іштім, бастапқыда уколын салдырдым. Одан кейін психиатрға қаралдым. Психиатрдың, психотроптың дәрісін ішіп жүрдім. Одан да менде жаман ой, үрей, қорқыныш, банағы дірілдеу, қалшылдау, отыра алмау, жүрегім қысылу, өкпем қысылу, ауа жетпеу, адамды көрсем қашып кету, ең соңында галлюцинация ауруына ұшырадым, қыздар. Маған елес пайда болды, сандырақ. Қасымда бір адам жүрді. Дуалдан бір адам қарап тұрды. Мен көрпенің астынан тығылып алып, ненормальный адамдар сияқты жынды болып қалдым сондай. Сондай қорқыныш, үрей, сондай неге ұшырадым. Оның бәрі менде профильде айтылған, қыздар. Профильде айтылған, бәрі салынған. Егер толық сұрап білем десеңіздер, WhatsApp-қа шықсаңыздар болады. WhatsApp 8-705-885-30-13. Мен бүкіл профессорлерінен, бүкіл психиатрына, платный психиатрына, Ташкентіне дейін қаралдым. Әсіресе молдаларға барам деп, ол молдалар не дейді? Депрессияны. Олар депрессиясын деп айтпайды. Олар саған жын кірген деп айтады. Тәуіпке барсаңыз, олар саған дуа істелінген деп айтады. Мен бәрі уже басымнан өткеннен кейін уже қазір мен сіздерді мен өткен қателіктерден өтпесін. Мен ақша шашып қаншама ақшам кетті соларға. Сол ақша сіздерде шашылмасын деп айтам. Сол үшін де шығып жатырмын. Мынау мен миымда қалып келді, қыздар. Мен сондай банаға елес, қорқыныш, үрейді айтқан кезде менің өзімнің туған шешем айтады, бұл жынды десе жынды емессің, сау десе сау емессің. Ой, қаяқтан жабысты бұл ауру саған дейтін. Түсінбейтін ешкім түсінбейтін. Сондықтан WhatsApp-қа шығыңыздар, осы өнімді ішіңіз.